Түркияда кезінде өздеріңіз білесіздер, республика болып құрылған уақытта 1923 жылдары, сол 23 жыл. Содан бері бұл мемлекетте уақыф деген ресми түрде жабылады. Бірақ артынан дінге кішкене сәл салқындық болып, одан кейін 50-ші жылдары қайтадан дін оралған. Ол кездерде уақыф деген атты да өзгертіп, дернек деп, сондай қайырымдылық қорлар сияқты атап жүрген. Бірақ сол 50-ші жылдарына барып, адына Менделес деген кісілердің келу премьер-министрі болып, сол дінге қайтадан жол ашылып, уақыф деген атаумен аталған. Мына кісі кітаптар енді бертінге жазылған, 90-ші жылдары, 80-ші, 90-ші жылдары жазылған кітаптар, сол қоғамға, Түркияға байланысты мәселелер. Сол уақыфтар жаңағыдай не болып санала ма дейді, жаңағыдай ислами болып санала ма дейді. Сонда жауап ретінде бүйтеді: қазіргі таңда құрылған уақыфтардың ислами болып болмағандығын түсіну үшін ислами уақыфтың анықтамасын және оның қандай екендігін түсініп, одан кейінгі құрылған уақыттардың жағдайын түсіне аламыз дейді. Бұл анықтама үшке бөлініп қарастырамыз дейді. Бірінші, уақыф етілетін нәрсе қозғалмайтын мүлік, бау, бақша, жануар сияқты жалғасатын нәрсе болу керек. Ақша, сабын, тамақ сияқты қолданғанда таусылатын заттар уақыф болып саналмайды дейді. Дұрыс емес. Егер уақыфқа жатпайды дейді. Егер сондай нәрселерді уақыф етсе, тазалану, яғни күнәдан тазалану және садақа есебінде өтеді дейді. Енді сабын, жаңағыдай жеп қоятын тағамдар садақа ретінде ғана кетеді дейді. Екінші, уақыф етілген нәрселер уақытша емес, мәңгі болу керек. Уақыттың шарттары тәбит деген бар. Мәңгіге деп арналады. Бір егістік немесе ғимараттың 5 немесе 10 жылға уақыф етілуі дұрыс болып саналмайды дейді. Үшінші, уақыф етілген нәрсе мешіт, медресе, көпір сияқты исламға және отанға қызмет ететін қайырымдылық құрылым болу керек. Сонымен қатар исламға және отанға зиян беретін, мұсылмандардың сеніміне қауіп төндіретін құрылымдарға уақыф етіп харам болып табылады дейді. Яғни казино, құмар орындары, ЛГБТ деген сияқты сондайларды қолдап жасаған олар уақыфқа жатпайды дейді. Мысалы, арсыздықты жариялайтын баспа үйлерде ондайлар уақыфқа жатпайды дейді. Бұл енді ол ислами емес болып танылады дейді. Яғни бұл жерде міне осы сияқты нәрселерге берілген уақыф саналмаса, ал одан тұсында жаңағыдай міне осы сияқты құрылымға көмектесу қаншалықты күнә екендігін белгілі болса дейді, уақыфтың ислами болып болмағанын түсіну үшін оны ислами таразымен тарту керек дейді. Исламға, отанға, дінге қызметі болып зиян тимесе, ислами, әйтпесе ислами емес болсаң дейді. Егер уақыф құрылымына берілген ақша мен егістік немесе ғимарат сияқты нәрсе сатып алынса, ол уақыф болып есептелмейді, пайдалығына қарай сатуға болады дейді. Яғни уақытты бір адам жерін беру керек дейді. Алла қаласа осы дәрісімізді пайдалы қылсын. Келесі уақыттарда жалғастырамыз. Біздің Қазақстанда уақыфтың даму нәсібесін Алла.